Менен бәріңіз сұрап жатыр едіңіздер ғой. Енең қайда деп, көрінбейді деп. Мама екеуміз кетіп бара жатырмыз қазір бір жаққа. Сәлем, кім сұрап жатыр мені? Ана, сізді қоймай сұрап жатыр. Сұрап жатқан адамдарға. Бір жерге бара жатырмыз, қазір барған жерімді көрсетемін. Мама сол жұмыста ар-бер бір-бірімізді ұстай алмай қалып отырмыз. Кешке ғана басымыз қосылады. Жұмыстармен жүреміз, жұмыстарымызбен. Біз мама екеуміз Цунға келдік. Цун ішін вообще тамаша етіп істеп қойыпты. Вообще шетел болып тұр ғой. Я, мама, я? Зор болып тұр екен іші. Әдемі екен. Мен оны вообще көрмеппін. Қандай күшті іші. Шашым ұлтпа типа болып кетті. Мен Цунның ішінде Раяна деген бутикке келгенмін. Хиджаптағы қыздар осы Раяна дүкенінде керемет киімдер сатады. Турецкий, бағасы да өте қолайлы. Бірақ қыздар бар ғой, настроениені көтеріп қараңыздар. Күшті керемет гүлмен қарсы салып, мамаға да маған да гүлмен дайындап қойыпты. Рахмет қыздар. Қандай керемет. Ой, күшті вообще. Жақсы көремін ғой мен гүл настроение сыйлай. Міне мама осындай күшті киім не істеді? Әдемі. Тек қана мұсылманский киімдер емес, хиджаптағы нелер емес, киімдер емес, осындай модный киімдер де бар, жастарға арналған киімдер де бар. Күшті цветі бәрі. Ой. Нормально, размері де. Күшті. Модель мама. Сосын маған Бұл жерде мамаларға да киімдер. Әрі қонымды жұмсақ денеге керемет екен мына киімдері қыздардың. Скатываться етілмейді, көрініп тұр. күшті. Зор, иә? Халқың қазір бәрі жазатын болды ма? Ағы да несі де күшті кетті деп. Күшті жарастыр. Не деген?